Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге өзі тез арада слайд жасап беретін Gamma платформасын таныстырайын деп отырмын. Осы жерде Google арқылы тіркелуге болады. Себебі Google арқылы қазір кез келген платформаға тіркеле аласыздар. Мына жерде аты жөніңізді жазсаңыз болады. Сосын жұмысқа, мектепке, немесе өзіңіздің жеке қолдануыңызға соны таңдайсыз. Сосын міндетті түрде өзіңіздің кім екеніңіз, администрация, мұғалім деген сияқты таңдау керек. Бастауыш сынып, орта сынып, орта буын, үлкен буын деген сияқты соларға да таңдауға болады. Сосын ютубер деген таңдадым, енді ютубқа арналған деп. Мектепке, сыныпқа, балаларға, достарға деп те таңдауға болады. Енді ең біріншісіне басып көреміз, себебі екіншісі платный. Біз біріншісін көріп, біріншісінен тегін жасап алуға болады. Мен тақырыпты жазып жатырмын. Тақырыпты специально қазақша жазып жатырмын, себебі қазақша шығарам екен, тексеріп көргім келіп тұр. Так, документ деп басайық, бізге документ түрінде шығарып берсін. Detail деген таңдалып тұр, көрсеңіздер, яғни детально барлығын айтып беру. Бұл жерде ештеңе баспайсыздар. Келесі, енді біз дизайн таңдаймыз. Дизайн таңдап болғаннан кейін жоғары жақта generate, яғни құрастыру, жасау деген сияқты мағына береді. Соны бассаңыздар болады. Тез арада бізге өзіміз қалаған слайдты жасап береді. Ал егер де өзіміз жазсақ, әрине болған 2-3 сағатымыз кетуі мүмкін. Міне ағылшын тілі деп қана жаздым. Соның өзінде ол уже тарихы және даму деп қосып тұр. Және бай жарқынай Үстемова деп тұр. Уже менің фамилиямды астында шығып тұр, көрдіңіздер ме? Егер мен басында өзім аты жөнімді қазақша немесе орысша жазғанымда, астында қазақша немесе орысша жазылатын еді. Көрдіңіздер, бағана басында мен оны ағылшынша жазып кеткен болатынмын. Тіпті біздің ойымызға келмейтін жаңа тақырыптарды қозғап жатыр. Әдістер, коммуникативтік, интерактивті әдіс, тілі мен мәдениеті. Енді мына жер бұл енді жасанды интеллект болғандықтан, технология болғандықтан әрине қателер кетеді. Сондықтан қателерін қарап отырып жөндеп алуға болады. Ең көбісі 15 слайдқа жасап береді. Қазір примерно бізге неше слайд жасайды екен? Мынау 7-ші. 7-ші слайд, мен басынан бастап кез келген жеріне осылай курсорды апарып, жаңағы delete деп өшіруге болады, немесе өзіңіз әріп қосып негіздер деп тұр, сол жерге негіздері деп қоссақ та болады. Кез келген жерін өзіңіз ауыстырсаңыз болады. Суреттерде ұнамаса суреттерін де ауыстыруға болады. Және оң жақтағы нелерді пайдаланып, құралдарды осылай үлкейтіп қарауға болады. Өздеріңіз қарап тұрғандай, бұл эффекттерді, переходтарды тоже пайдаланып тұр. Слайд өте әдемі, жаңағы өте сапалы жасалғаны көрініп тұр. Оң жақтағы нелерді пайдалансаңыздар болады. А деген ол текстте, ең біріншісі ол фильтрін ауыстыруға болады. Дәл осылай слайд жасап үйренсеңіз болады. Осы плюсті басу арқылы. Екіншісін көрейік, бірақ екіншісі платный. Үшіншісі файл таңдау. Так, екіншісіне көрсек. Қандай тақырып жазсақ екен? Бұл жерде өзің не жасағың келеді, суретте деп тұр. Так, ағылшын тілінде жазып көрейік енді. Бізге қандай документ шығарып береді екен? Шрек деп жазсам, примерно қазір бізде мектепте сол туралы тақырып болып жатыр. Континю дедім. Келесі. Енді бір мен таңдасақ болады тоже дизайнды. Сразу автоматически дизайнға кіріп кетеді. Өзімізге ұнаған дизайнды таңдай аламыз. Сосын generate деп басамыз. Сәл күтсек, бізге керемет слайд жасап береді. Қазір көрейік Шрек жайлы не слайд жасайды. Не ағылшын тілінде Шрек жайлы осындай слайд жасап жатыр. Көрдіңіздер ме? Даже 1 секунд, 2 секундта өткен жоқ. Уже бір слайдтың өзін қандай жылдамдықпен жасап жатыр. Қасында суреті де шығып жатыр. Дәл осылай сіздерде орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде немесе басқа тілде де жасай аласыздар. Тек қана тілді таңдау керек. 5-ші слайд. Осы жолы бізге 6 слайд жасады.
6 слайд жасадым. Мынандай пирамиданы да жасап берді. Культурасын барлығын салыстыруға болады. Сүйектің фотоларына қосып қойды. Уже еш жерден ештеңе өзінің қажеті жоқ. Мына жерден қарасаңыздар, видео қосуға болады, галереядан фото қосуға болады. Видео қосқанда ютубтың прямой ссылка арқылы видео қоссаңыздар болады. Немесе QR код қойып қойсаңыздар болады, мысалы слайдтың ішіне. Кез келген бір смайликтер қойсаңыздар да болады. Мына жерде редактировать ететін, текст жазатын, фильтрін өзгертетін, жаңа айтып кеткендей құралдары бар. Енді ары қарай Шректің фотосы тұр. Мына жерде дайын видео қосып қойсақ болады. Мына жаққа. Бұл жерде де басқа бір дизайн таңдасақ болады. Дизайнын сразу ауыстырсақ болады. Мысалы, ұнамай қалса, қайтадан ауыстыруға болады. Орнына видео қосып қоюға болады. Мысалы, сразу сабағыңызды видеомен бастайсыз. Сосын ары қарай слайдтарды таныстыра кетесіз. Сосын бұл слайдтарды міндетті түрде PPT слайд түрінде емес, жаңа PDF түрінде де сақтай аласыздар. Егер де видео ұнаса, видео пайдалы болса, біздің әрине мұғалім, ұстаз әріптестерімізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий, қолдау күтемін. Рахмет.